Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай 20 минутта дайын болатын дәмді печеньені жасайтын боламыз. Ол үшін бізге бір жұмыртқа және оның үстіне қантты салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырамыз. Міне енді оның үстіне бөлме температурасындағы жылы сүтімізді құямыз және оның үстіне майымызды құйып, ұнымыздың барлығын емес жартысын салып, оның үстіне кукурузный крахмалымызды, қамыр қопсытқышымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын, осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болады. Енді ол қамырымызды екіге бөліп, қамырымызды ұзын бір бөлігін алып қалып, бір бөлігін ұзындау етіп созып алып, теңдей бөліктерге бөліп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Міне біздің печеньелеріміз де дайын болды, пісіп шықты, өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, сеппесеңіздер де болады. Мен енді сүйіп шықтым. Қазір енді сіздерге бөліп көрсетемін. Өте жұмсақ, дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздерге де кеңес берем, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Каналымды жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгішесін басып қойыңыздар. Менің каналымнан түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Ас болсын!